Павлодарда ер адам электр бағанасына өрмелеп шығып, жұрттың зәресін алды. 40 жастағы азамат өзіне тиесілі жер аумағын жалға берген шенеуніктерге осылай қарсылық көрсетпек болған. Соны мен өзім атыма оформить ете алмай жатырмын. Өзім жерім. Земельный, НПЦ-ден Гигокты шақырыңыз. Мұнда одар сізге айтып түсіндіріп берсін. И областной прокурорды шақырыңыз. Мен мұндан түспеймін айтып. Ер адамның айтуынша электр бағанасы орналасқан аумақ оған әкесінен мұра ретінде қалған. Бірақ ол мұнысын сотта дәлелдей алмапты. Кейін жердің жалға берілген естіген азамат ақыры мұнда орнатылған бағанаға шығуға бел буады. Оны райынан қайтаралмаған туыстары дереу полицияға хабарласқан. Жоғары вольттық электр желісіне 2 сағат тұрған ер адамды құтқарушылар да түсіре алмады. Оқиға орнына келген прокурорлардың сөзіне ғана көнген азамат ақыры төменге түсті. Ал жер телімінің шынымен де оған тиесілі екенін мойындаған әкімдіктегілер мәселен енді сотқа бармай-ақ шешеміз деп отыр. Видимо, в свое время было... Мамандар техникалық қателік жіберген, осылайша ол жер бос жер қатарына еніп, онда электр бағанасы тұрғызылған. Ал мына адамның қолында бұрынғы құжаттар бар. Қазір оған жаңа нұсқаудағы акт берілуі тиіс. Кейін картадағы шекаралар өзгертіліп, оған дәл сол аумақтан тиесілі жер қайтарылады.